Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше дайындалатын кешкі ас түрімен бөліскім келеді. Бұл тағамның атын бауы тоқаштар деп атайды. Яғни ашыған қамырда біз кешкі ас дайындайтын боламыз. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді және де 2 шай қасық қантымызды, 2 шай қасық тұзымызды және де оның үстіне құрғақ ашытқымызды, оның үстіне сұйық майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Барлық қоспамыз бірігіп, қантымыз, тұзымыз ерігеннен кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Кіріп қарап көріңіздер. Барлық қамырымыз бірігіп, осылай жұмсақ қамыр болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап илеп, етін жауып, ашытуға қалдырамыз. Ал достар, сіздер егерде менің каналыма келген алғашқы оқырманым болсаңыздар, онда осы каналға тіркеліп, қолдау білдіре кетуді ұмытпаңыздар. Енді подливасын дайындаймыз. Ол үшін барлық көкөністерімді жақсылап жуып турап алдым. Көкөністерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша ауыстырып жасасаңыздар да болады. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описанияға жазып қалдырдым. Ең алдымен ыдысымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылып, суы тартылғанға дейін қуырып аламыз. Суы тартылып, етіміз қуырылғаннан кейін үстіне жуамызды және де сарымсағымызды салып, жақсылап оларды да қуырып аламыз. Достар, сонымен қатар менің каналымда әртүрлі дәмді торттардың, пирогтардың, таңғы ас, кешкі астардың, құймақтардың және де тоқаштардың түрлі рецепттері бар. Егерде сіздер кіріп қарап көрмеген болсаңыздар, онда осы видеоның астына плейлист қалдырамын. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Мінекей біздің сарымсағымыз, жуамыз және де етіміз жақсылап қуырылып болды. Енді үстіне 1 ас қасық соя тұздығын қосып, тағы да бір қайтара араластырып аламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды қосып, тағы бір қайтара араластырып аламыз. Енді 1 ас қасық немесе жарты ас қасық көлемінде томат пастасын және де осындай терияки соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Терияки соусын қосу міндетті емес. Бұл соус бізге тағамға ерекше дәм беріп тұру үшін қажет. Егерде осы соусты қолдансаңыздар, тағамдарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді үккіштен өткізілген сәбізімізді қосамыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. 1 рет жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне болгар бұрышын қосып, тағы да бір қайтара араластырып қуырып аламыз. Менде қатырылған болгар бұрыштары YouTube каналымда осы көкөністерді қатырудың видео рецептісі бар. Жоғарыда сілтемесі шығады. Сол жерге өтіп қарап көрсеңіздер болады. Күздің кезінде, біздің көкөністеріміз арзан кезінде осылай қатырып алсаңыздар, сіздерге қазір арзанға түсетін болады. Бір қуырып алғаннан кейін үстіне суымызды құямыз. Суымыз етімізбен бірдей болып тұруы керек. 10 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Енді біздің қамырымыз осылай көтеріліп, әдемі болып тұр. Осы қамырымызды 2 бөлікке бөліп, әр қайсысын жайып шығамыз. Біздің бауырсақ пісірген секілді қамырымызды орташа көлемде жайып аламыз. Қатты жұқа қылдырмаймыз. Орташа болу керек қалыңдығы. Бұл тағам өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге міндетті түрде кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды және де ерекше тағамдардың қатарына жатады. Сондықтан мен жасап көрдім, дәмін көрдім. Енді сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қамырымызды жайып алғаннан кейін осындай ыдыстармен домалақтап бауырсақтың көлемі секілді кесіп аламыз. Барлық қамырымызды осылай кесіп алғаннан кейін үстіне сұйық майымызды жағып шығамыз. Барлық қамырымызды осылай жасап аламыз, үстіне сұйық майымызды жағамыз. Енді осы қамырымызды ортасынан бүктеп,
бетіне тағы да сұйық майды жағатын боламыз. Барлығы видеода анық көрсетілген, мұқият қарап отырыңыздар. Ал достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы қазақша контентті каналдың дамуына, өсуіне өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Каналға тіркеліп, жақын дос құрбыларыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Енді мантабарканың табағын майлап алып, үстіне осы тоқаштарымызды қойып шығамыз. Енді тоқаштарымызды мантабарканың табағына салып қайнатамыз. Оттың асты дәл осылай қайнап тұруы керек. 10-15 минут көлемінде қайнатып алсаңыздар жеткілікті. Біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді және де тойымды тағамдардың қатарына жатады. Сондықтан міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызды және де жақындарыңызды тәтті дәммен қуантыңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйла Гүл. Ал бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар. Өте дәмді, тойымды тағамды сіздер де жасап көріңіздер. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде каналға тіркеліп, лүпіл басып және де пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Баршаңызға рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.